Кайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай нәзік, өте дәмді бананды тортын жасаймыз. Бананды тортымызға қажетті заттар: 5 жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алдық, 180 грамм ұн, 70 грамм сары май, 70 грамм сүт, 2 шай қасық разрыхлитель, 130 грамм қант. Алдымен сары уызы мен ақ уызын қант салып жеке-жеке көпіртіп аламыз. 130 грамм қантымызды 2-ге бөлеміз. Алдымен ағын шайқап аламыз. Әбден жақсылап араластырамыз. Ағы өз формасын ұстап тұру қажет. Дайын болып қалды. Міне, төңкерген кезде өз формасын ұстап тұр. Енді сарысын шайқаймыз ағарғанша. Сарысы дайын болды. Сарысына майды қосамыз, сүтті қосамыз, жақсылап араластырамыз. Енді разрыхлитель ұнды қосып араластырып, ақырындап салып араластырып отырамыз. Дайын болды. Енді осы сарысы мен ағын бірге біріктіріп қосамыз. Ағын ақырындап салып, асты үстіне араластырып, көбігін кетірмей жақсылап араластырамыз. Дайын болды. Қамырымызды мультиварканың майланған табасына құйып, выпечка режиміне қойып пісіріп аламыз. Бананды тортымыздың коржығы дайын болды. Енді біз осы коржықты 3-ге бөліп аламыз. Пышақтың көмегімен осылай белгілеп аламыз. Алдымен өстіп жан-жағын кесіп аламыз. Жіптің көмегімен кесіп аламыз. Сонда бізде біркелкі болып шығады, түзу болып шығады. Жаңа кесілген жерге салып, жүгімізді байлаймыз да тартамыз. Мінекей коржымыз дайын болды. Өстіп қалған. Енді 2-ге бөліп аламыз. Тура сол әдіспен осылай кесілген жеріне салып, осылай 3 коржымыз дайын болды. Енді кремін дайындап жинаймыз. Крем дайындаймыз. 500 мл сливки. Оны жақсылап шайқаймыз.
Және сахарный пудра қосамыз 4-5 қасық. Әбден жақсылап шайқап, өз формасын ұстап тұрғанға дейін дайындаймыз. Мінекей дайын болып қалды. Сливкеміз дайын болды. Кремімізді арнайы мешочкқа салып, осылай коржымызға жағып шығамыз. Оның үстіне кесілген банандарымызды қойып шығамыз. Оның үстіне кремімізді жағып шығамыз бір қабат, өстіп қалған коржымызды жинап шығамыз. Мінекей дайын болды. Енді ерітілген шоколадты алып, мешочкқа салып, әдемілеп шығамыз. Банановый тортымыз дайын болды. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өте нәзік, дәмді. Барлықтарыңызға ұнайды, отбасыларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Марал, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.